Сәлем баршаңызға. Бүгін біз саңырауқұлақ пен тауық етінен қосылған кеш дайындайтын боламыз. Бірінші қамырымызды дайындайық. Ұнымызға тұз қосып, қант қосып, маргаринімізді қосып араластырамыз. Бізде осындай песочный тесто болады. Бөлек ыдыста жұмыртқамызды суымызға қосып араластырамыз. Сұйығымызды қосып біріктіреміз. Бізде осындай жұмсақ қамыр дайын болады. Ал енді начинкамызды дайындайық. Тауық еті, ірімшік, саңырауқұлақ, сүт, кілегей, жұмыртқа қажет болады. Ысып тұрған табамызға тауық етін салып, қуырып аламыз. Тауық етімізге тұз, бұрыш қосып араластырып, бөлек ыдысқа салып қоямыз. Енді қамырымызды жаямыз. Естімізға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды формаға саламыз және бортик жасаймыз. Енді начинкамызды жасайық. Жұмыртқаға сүт, кілегейді қосып біріктіреміз. Егер сізде кілегей болмаса, сүт қосып жасай беруіңізге болады. Енді осы қамырымызға бірінші тауық етімізді саламыз, саңырауқұлақтарымызды саламыз, сұйығымызды құйып, үстінен ірімшікті себеміз. градуста қызып тұрған пешімізге пирогымызды 30-35 минутқа саламыз. Міне осындай көзге тоймас кеш дайын болды. Жасап көріңіздер. Көңілдеріңізден шығады деп ойлаймын. Осы видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын. Каналға тіркелуге ұмытпаңыздар.